Сәлеметсіздер ме? Каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осы гүлдерге өте пайдалы янтарь қышқылы туралы айтатын боламыз. Бұл янтарь қышқылы тыңайтқыш емес және де қоректік заттарға жатпайды. Ол тек өсімдіктерге оларды жақсы сіңіруге көмектеседі және азотты заттардың шамадан тыс жиналуын болдырмайды. Су бүркішке құйып жапырақтарына шашуға болады, суарылады. Тұқымдар мен түйнектерді осы янтарь қышқылына салып содан кейін егуге болады. Өсімдіктерді отырғызуға немесе тамырлатуға осы янтарь қышқылын пайдаланады. Янтарь қышқылымен гүлдерді тыңайтуға бола ма? Гүлдерді тыңайтудың кезінде, суару кезінде янтарь қышқылын қолданады. Үй гүлдерін аптасына бірнеше рет суаруға болады. Жиілігі суару мақсатына байланысты болады. Мысалға, топырақтың үстіңгі қабаты кепкен жағдайда осы янтарь қышқылымен суаруға болады. Бір жеті янтарь қышқылымен суарып, бір жеті қара сумен суарып, осылай янтарь қышқылымен 2 рет суаруға болады. Янтарь қышқылының пайдалы қасиеттері: бірінші, өсімдіктердің өсуін жақсартады. Екінші, топырақтан қоректік заттарды жақсы сіңіруге көмектесетін, даму мен өсуді ынталандырады. Үшінші, өнімділікті арттырады. Төртінші, топырақтың табиғи микрофлорасын қалпына келтіреді. Бесінші, өсімдіктерге стресстен аман қалуға және трансплантация, яғни гүлдерді еккен кезінде тез тамырлауға көмектеседі және де жалпы күшейтетін әсерге ие. Алтыншы, мынау жылылықты жақсы көретін оңтүстік өсімдіктер бар ғой, соны қысқы мезгілде салқынға төзімділігін арттырады. Гүлдерге янтарь қышқылын қалай қолдануға болады? Гүлдер мен басқа да өсімдіктерді янтарь қышқылымен қоректендіру ол гүлдердің өсуін және де гүлденуін ынталандыруға көмектеседі. Бұл жағдайда препараттың 0,1% сулы ертіндісімен бүрку қажет. Гүлденуін жақсарту үшін гүлді 2-3 рет су бүрку қажет, ал бірінші кездері ол гүлдену алдында күніне 2 рет осылай гүлдейтін гүлдерге су бүркішке құйып алып бүркіп тұрсаңыздар, сіздердің гүлдеріңіз осы янтарь қышқылының арқасында жақсы гүлдейтін болады. Янтарь қышқылының топыраққа әсері. Бұл янтарь қышқылының топыраққа әсері өсімдіктерді янтарь қышқылымен тыңайтудың арқасында топырақ борпылдақ және жұмсақ болады. Пайдалы микрофлораны қалпына келтіреді. Жер, топырақ қоректік заттармен қаныққан токсиндерді жояды. Үй гүлдеріне янтарь қышқылының ертіндісі 5 литр суға 1 грамм ұнтақтан немесе жарты литр суға 1 таблеткасын дайындаған жөн. Дайын болған ертіндіні 3 күн бойы сақтауға болады. Ол 3 күнге дейін өзінің бойындағы қасиеттерді сақтайды, жоймайды яғни. Янтарь қышқылымен қалай суару керек? Гүлдердің топырағына суару үшін 1 грамм янтарь ұнтағы қажет. Ол үшін янтарь қышқылын жақсы еру үшін 1 стакан жылы суға ертіп алу керек. Содан кейін бар, сол алынған ертіндіні 5 литр суға араластырамыз. Содан кейін гүлдерге құюға болады, ал оның әсерін біз 1-7-ден кейін гүлден байқауға болады. Егер сіздер фиалканы суаратын болсаңыздар, айына 1 рет суаруға болады фиалканы. Егер ақша гүлін суаратын болсаңыздар, осы янтарь қышқылымен, онда 1 литр суға, егерде ұнтағы болмаған жағдайда, 3 түйір таблетканы ертіп гүліңізге берсеңіз болады. Ол ақша шақыратын гүлге 2 айда 1 рет суғарсақ болады. Яғни ол ақша шақыратын гүл деген кәдімгі толстянка гүлі ғой. Соған 2 айда 1 рет беріп тұрсаңыз, сіз осы янтарь қышқылының нәтижесін гүліңізден байқайтын боласыз. Янтарь қышқылы мен гүлдің жапырағын бүрку. Янтарь қышқылы тыңайтқыш емес, біз жаңа жоғарыда айтып кеттік. Ол
тыңайтқышты алмастыра алмайды. Сондықтан да бүрку арқылы өсімдіктің оны жақсы сіңіруге көмектеседі жапырақ арқылы, және де азотты заттардың шамадан тыс жиналуын болдырмайды. Енді осы янтарь қышқылының пайдасынан бөлек оның кемшілігі де болады. Оның жалғыз кемшілігі ұзақ және жүйелі пайдалану кезінде ол топырақты қышқылдандыруы мүмкін. Сондықтан қышқылдықты ұнатпайтын гүлдер де болады. Соны байқап берсеңіздер болады. Мына қышқылдықты ұнатпайтын гүлдерге көп бермейсіздер, айына бір рет берсеңіздер болады. Ал қышқылдықты жақсы көретін гүлдерге оған айына 2 рет, 2 жетте 1 рет беруге болады. Және де бұл препаратты басқа да тыңайтқыштармен болмаса қолдан жасалған органикалық қоспамен қосып берсеңіздер, олар бір-бірімен араласу арқылы белсенді жұмыс жасайтын болады. Міне мен сіздерге гүлдерге өте пайдалы осы янтарь қышқылының қандай пайдасы бар екен, сол туралы айттым. Егер де менің видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментарий жаза отырыңдар. Колокольчик белгісін басып қойсаңыздар, менің келесі видеом сіздерге уведомление болып барып тұрады. Сіздермен болған бақыт, сау саламатта болыңыздар.